Сәлеметсіздер ме 7-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода бірінші бөлім, яғни Communication Technology тақырыбының жалғасын түсіндіретін боламын. 12-13 беттерді түсіндіріп беремін. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп кетейік, тіркелмегендер болса, және де лайк басып, комментарий жазып, сұрақтарыңыз болса комментарийге жазсаңыздар болады, және де достарыңызбен, сыныптастарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Ендеше бастаймыз. Vocabulary and listening. Free time activities. I can talk about my free time. Яғни бұл бетте не түсінеміз, не оқимыз, яғни сөздермен танысамыз, және де listening тапсырмаларын орындаймыз. Және де free time activities дейді. Бұл деген бос уақытта айналысатын істер жайында танысамыз, және де мен бос уақытымда не істей аламын, сол жайында айтамын дейді. Бірінші жаттығу exercise 1. Choose the correct words, then listen and check. Дұрыс сөзді белгіле дейді, және де тыңдап тексер дейді. Бұл жерде бірінші watch, яғни мына жерде екі сөздің бірін белгілейміз. Watch TV болады, яғни теледидар көру. Бұл magazines дегеніміз, бұл журналдар, яғни журналдарды көрмейміз, яғни теледидар тамашалап көріп отырамыз ғой. Сол сияқты журналдың бетіне қарап отырмаймыз ғой, яғни журналды оқимыз, сол себепті watch TV болады. Екінші listen to music, яғни музыка тыңдау. Үшінші play computer games, компьютер ойындарын ойнау дейді. Төртінші meet friends, достармен кездесу. Бесінші play sport, яғни спортпен айналысу. Алтыншы collect things, заттарды жинау, яғни коллекция жинау. Жетінші take photos, суретке түсіру. Сегізінші go shopping, яғни шоппингқа бару, сауда жасау, бір нәрсе сатып алу. Тоғызыншы surf the internet, яғни интернетте отыру. Оныншы go swimming, жүзуге бару. 11-ші play in a band, яғни band дегеніміз бұл музыкалық топ группа, сондай группада ойнау дейді. 12-ші go cycling, яғни велосипед тебу. 13-ші go to the cinema, киноға бару. 14-ші read magazines and books дейді. Журналдар мен кітаптар оқу дейді. Мен аударып бердім, мен сендерге сөздер түсінікті деп ойлаймын. Келесі тапсырмаларда осы сөздер арқылы орындайтын боламыз. Енді екінші тапсырма. Exercise 2. Read the information about the Money Matters podcast. Then listen and choose the correct answers. Яғни бұл жерде информацияларды оқы дейді, және Money Matters туралы подкасттың оқы дейді. Содан соң тыңда да мына жерден дұрысын белгіле дейді. Бірінші, яғни мұғалім бұл жерде тыңдалым қосады. Менде тыңдалым жоқ, сол себепті мектепте мұқият тыңдаңдар. Және де астында сол тыңдалымда айтылған мәліметтерге сүйене отырып дұрыс белгілесіп жауапты табуымыз керек. Бірінші, Justin goes metal detecting with her dad болады, яғни B жауабын белгілейміз. Тыңдалымда солай айтады. Екінші, Justin goes metal detecting when she is in school. Үшінші, Justin usually goes metal detecting C болады, in the park. Төртінші, Justin has got 183 euro from metal detecting. Яғни осы жауаптарды мына жақтан белгілейтін боламыз, Money Matters дегеніміз, яғни мынау, осыны оқып берейін. Hobbies that pay. Some hobbies are free. Кейбір хоббилер бұлар ақша тұрады, яғни төлеп қатысасың дейді. Others are expensive. Басқалары қымбат дейді. But Justin Mayer makes money from her hobby. Ол Justin Mayer дейді, өзінің хобби арқылы ақша жасайды дейді, ақша табады дейді. Listen to the story, оның оқиғасын тыңда дейді. Енді келесі үшінші жаттығу exercise 3. Language point adverbs of frequency. Study the diagram, then order sentences A till F. Start with the least frequent. What is the position of the adverbs with be, have got and other verbs? Яғни бұл үшінші жаттығуда біз мына жерде диаграмма тұр, Бірінші never, екінші hardly ever, sometimes үшінші, often төртінші, usually бесінші, always алтыншы, яғни осылай сандар арқылы біз мына жақта мысалға бір мысал ен алайық,
еді. We never find gold дейді. Яғни бұл жерде never деген үстеу тұр, иә. Осы үстеуде бірінші тұр, иә, яғни мына жерде бірінші орында тұр диаграммада. Сол себепті бір санын қоямыз. Енді келесін қалай орындаймыз? Яғни бұл жерде бірінші бірде е дейді, иә. Бірінші never е болады. Енді hardly ever дегеніміз бұл екінші, иә. Бұл қай жерде айтылған? Яғни а бөлімінде айтылған. Hardly ever екіде а болады. Енді sometimes үште д болады, яғни д-да. We sometimes go to the beach дейді. Төртте often да бұл f болады, яғни we often find modern coins. Бесте usually да b болады, яғни it's usually me and my dad. Алтыншы always да c болады, яғни I've always got free time then болады, иә. Осылай орындайды екенбіз. Оқушылар түсінікті болды. Келесі төртінші жаттығу exercise 4. Write two sentences using the present simple and the adverbs of frequency. Яғни бұл жерде present simple шағын қолданып және де мына үстеулерді қолданып, алты үстеуді қолданып сөйлемді дұрыс құра дейді. Бірінші мысал келтірген екен. I often meet my friends after school. Мен достарыммен мектептен соң жиі жолығамын дейді. Енді бірінші we sometimes play computer games. Яғни мен мысал ретінде жаздым. We sometimes play computer games. Екінші, I never go swimming. Мен ешқашан жүзуге бармадым дейді. Үшінші, my friends and I usually watch DVDs. Менің досым және мен кейде DVD көреміз дейді. Төртінші, I have always got a mobile phone with me. Мен үнемі өзіммен бірге телефонымды алып жүремін дейді. Бесінші, I'm hardly ever late for class. Мен өте сирек кешігемін дейді сабаққа дейді. Алтыншы, my friends and I often go cycling. Мен және менің досым біз жиі велосипедпен серуендейміз дейді, иә. Яғни төртінші жаттығуды жазып аламыз. Келесі бесінші жаттығу. Working pairs talk about your free time. Use the present simple and the adverbs of frequency. Яғни бұл жерде де досымен әңгімелес дейді. Бос уақытында не істейтіні жайында әңгімелес дейді, иә. Және де ең бастысы present simple шағын қолданып айт дейді. Ендеше екі-үш сөйлем мысал келтіріп жаздым. Көшіріп алу міндетті емес. Өздерің бос уақыттарында не істейсіңдер, соны present simple шағына қойып жазасыңдар. Яғни I go to the cinema at the weekend. Мен демалыс күндері киноға барамын. I love the cinema. Мен кинотеатрды жақсы көремін. I often go to the library after school. Мен мектептен соң, яғни бос уақытымда кітапханаға барамын дейді. Жиі барамын. I love read books. Мен кітап оқығанды ұнатамын деп жаздым. Сендер бұл жерде яғни бос уақыттарында не істейсіңдер? Мысалға, біреулерің бір кружоктарға барулары мүмкін. Немесе жүзуге, немесе бір спорт түрлеріне барулары мүмкін, немесе музыкальный группаларға барулары мүмкін. Соны жазсаңдар болады. Келесі бізде 14-ші бет, 13-ші бет language focus, яғни бұл ережемен танысатын боламыз. Present simple шағының сұраулы сөйлемдерін жасалу жолын түсінетін боламыз. I can ask and answer about free time activities. Яғни бұл бөлімнен біз present simple шағының сұраулы түрін және де бос уақытта не істейтіндігімізді сұрай аламын дейді, иә. Бірінші жаттығу exercise 1. Complete the mini dialogues with do, don't, does or doesn't. Then listen and check. Яғни кішігірім диалогты do, does, don't, doesn't және көмекші етістіктері арқылы толықтыр дейді. Бірінші, бұл жерде мысал келтірген. Do you listen to music at home? Сен үйіңде музыка тыңдайсың ба дейді. Yes, I do. Иә, тыңдаймын. Немесе no, I don't. Жоқ, тыңдамаймын деп жауап берсек болады. Енді бірінші. Does he play in a band? Сен музыкальный бэндте, группада ойнайсың ба дейді. Yes, he does дейміз, немесе no, he doesn't дейміз, яғни I, we, they, I, you, we, they да біз do, don't қолданамыз, ал he, she, it да үшінші жақта біз do, does және doesn't көмекші етістіктерін қолданады екенбіз. Бұл болымсыз болымды және болымсыз сұраулы сөйлемдерде қолданылады. Келесі төртінші. Do they play sport?
Yes, they do. No, they don't болады. Яғни мына сөздерді мына бос орындарға жазып шығамыз. Келесі екінші жаттығу. Exercise 2. Complete the questions using the present simple form of the verbs in brackets. Яғни жақшадағы сөзді present simpleға қойып, сөйлем құрастыр дейді. Бірінші мысал келтірген екен. Does your best friend collect things? Яғни сенің досың, өте жақсы досың, заттардан коллекция жинай ма дейді. Яғни біріншісі енді келесісе қосамыз. Do you surf the internet? Сен интернетте отырасың ба дейді. Интернеттен нәрселер көресің ба дейді. Екінші, does your friend go cycling? Сенің досың велосипед тебе ме дейді. Үшінші, do your friends play computer games? Сенің достарың компьютер ойындарын ойнай ма дейді. Төртінші, does your friend use a mobile phone? Сенің досың ұялы телефон қолдана ма дейді. Бесінші, do you listen to classical music? Сен классикалық музыка тыңдайсың ба дейді. Алтыншы, do your parents take lots of photos? Сенің ата-анаң көп суретке түсіреді ме дейді. Яғни осылай біз сөйлем жасадық, мына бос орындарға. Яғни бірінші бос орындарға мынау do does жазамыз, ал екінші жағына етістіктерді жазып шығамыз. Келесі үшінші тапсырма. Working pairs ask and answer the questions in exercise 2. Use short answers. Яғни екінші жаттығуда қойылған сұрақтарға жауап бер және қысқа да жауап бер дейді. Орындаймыз ендеше. Do you surf in the internet? Интернетте отырасың ба дейді. Yes, I look for information for my homework. Yeah, yes, I do дейміз мына жерде. Yes, I do. I look. Мен отырамын. Мен өзімнің үй тапсырмасын орындауыма информациялар іздеймін, ақпарат іздеймін дейді. Екінші, does your friend go cycling? Сенің досың велосипед тебе ме дейді. No, he doesn't деп жауап береміз. Үшінші, do your friends play computer games? Сенің достарың компьютер ойындарын ойнай ма дейді. Yes, he does. Олар ойнайды. Yes, they do дейміз бұл жерде. They do болады екен. Достарың деп сұрап тұр. Келесі, he plays Minecraft and FIFA. Олар Minecraft және FIFA ойындарын ойнайды дейміз. Төртінші, does your friend use a mobile phone? Сенің достың ұялы телефон қолдана ма дейді. Yes, he does. Қолданады. He uses Samsung. Ол Samsung телефонын ұстайды дейміз. Бесінші, do you listen to classical music? Сен классикалық музыка тыңдайсың ба дейді. No, I don't. Жоқ деп жауап береміз. Алтыншы, do your parents take lots of photos? Сенің ата-анаң көп суретке түсіре ме дейді. No, they don't деп жауап береміз. Яғни бұл екінші жаттығудағы сұрақтарға жауап болады. Түсінікті болды деп ойлаймын. Жазып аламыз, кішкене күте тұрайын. Келесі төртінші жаттығу. Exercise 4. Read the answers and complete the questions with the words in the box. Then listen and check. Яғни мына жерде берілген, таблицада берілген бұл сұраулы сөздер, осыларды біз өз орындарына жайғастыруымыз керек, қоюымыз керек. Бірінші, ендеше орындаймыз. What do you need дейді. You need a metal detector. Сол сияқты біріншісінде when do you go? Сен қашан барасың дейді. In the school holidays. Мектеп мерекесіне барамын дейді. Келесі, екінші, why does she go in the holidays? Because she always got free time then. Яғни біз мына сөздерді бос орындарға сандары бойынша сәйкестендіріп жазып жатырық. Үшінші, where go they go? Олар қайда барады дейді. They usually go to the park. Олар әдетте паркке барады дейді. Төртінші, who do you usually go with? Олармен әдетте кім барады дейді. I go with my dad. Мен әкеммен барамын дейді. Келесі бесінші жаттығу. Exercise 5. Write questions for the answers using what, when, where, who and why. Яғни сұраулы сөйлем құрастыруымыз керек. Бірінші, what do you read in your free time? Сен өзің бос уақытында не оқисың дейді. Why do you study English? Сен не себепті ағылшын тілін оқисың дейді. When do you and your friends play sport?
Сен және сенің досың қашан спортпен айналыстыңдар дейді. What do you do at the weekend? Демалыс күндері не істедің дейді. Төртінші, екі рет қайталанып кетті. Бесінші, where does your best friend meet you? Сендер жақын досың екеуің қай жерде жолықтыңдар дейді. Who do you go to the cinema with? Сенімен бірге киноға кім барды дейді. Осылай сұраулы сөйлемдерді жасайды екенбіз. Келесі 6-шы жаттығу. Work in pairs, ask and answer the questions in exercise 5. Use true answers. Яғни 5-ші жаттығудағы сұрақтарға 6-шы жаттығуда жауап беруіміз керек екен. Ендеше жауап береміз. What do you read in your free time? Бос уақытында қандай кітап оқисың дейді. I don't read a book. Мен кітап оқымаймын деп жауап бердім. Бұл менің жауаптарымның барлығы мысал ретінде айтылған жауаптар, осыған өздеріңе сәйкес етіп жаза алсаңдар болады. Екінші, why do you study English? Сен не себепті ағылшын оқисың дейді. Because English need in future. Себебі болашақта ағылшын тілі қажет. Үшінші, when do you and your friends play sport? Сендер достарың екеуің қайда қашан спортпен айналыстыңдар дейді. We play football last weekend. Біз өткен демалыста футбол ойнадық дейді. Яғни қыздар бұл жерді өзгертіп жазса болады. Футбол емес, теннис және басқа да спорт түрлерін жазсаңдар болады. Төртінші, what do you do at the weekend? Демалыс күндері не істедің дейді. I help my parents and surf the internet. Мен ата-анама көмектестім және де интернетте отырдым дейді. Бесінші, where does your best friend meet you? Сендер достарың екеуің қайда кездестіңдер дейді. In my home. Менің үйімде деп жауап берсек болады. Алтыншы, who do you go to the cinema with? Кинотеатрға сенімен бірге кім бар дейді. I go to the cinema with my parents. Мен өзімнің отбасыммен, яғни ата-анаммен киноға бардым деп жауап береміз. Сонымен біздің бүгінгі сабақ талдауымыз аяқталды. Оқушылар ұнады деп ойлаймын. Достарымызбен бөлісіп қояйық және лайк пен комментарийді аямайық. Ендеше сау болыңдар.